Қазір оқып алмасаң өкінесің. Топ 5 болашағы бар мамандықтар мен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Бірінші маманы программист, software developer. Неге бұл мамандық барлық салада цифрландыру жүріп жатыр? Мамандар барлық жерде қажет. Бұл салада мамандықтар жылдан жылға сұранысқа ие бола түсуде. Қай бағыттар: web, mobile, back-end, front-end, blockchain. Қайда жұмыс істейді? Қазақстанда да, шетелге, қашықтан да. Екінші медицина саласы: дәрігер, тіс дәрігері, психотерапевт. Неге денсаулық әрдайым бір қажеттілік? Артықшылығы тұрақты жұмыс, жоғары бедел. Денсаулық әрқашан басты құндылық. Бұл сала ешқашан маңыздылығын жоғалтпайды. Үшінші data scientist, аналитик. Неге компаниялар деректермен жұмыс істеу арқылы шешім қабылдайды? Не білу керек? Python, SQL, статистика, машиналық оқыту. Салалар: банктер, маркетинг, медицина, ғылым. Data scientist деректер арқылы болашақты болжа. Төртінші digital маркетолог маман. Неге барлық бизнес онлайнда көшіп жатыр? Қандай дағдылар: таргет, контент стратегия, аналитика, sales. Артықшылығы: фрилансқа да, агенттікке де, жеке брендке де жарайды. Бизнес пен стартаптар дамып жатыр. Бұл мамандықтар тұрақты табыс әкеледі. Бесінші мамандық контент креатор, видео монтаж тектігі, YouTube маманы. Неге әлеуметтік желі жаңа медиа, жаңа табыс көзі? Не үйрену керек? Видео түсіру, монтаж, storytelling, трендтер. Артықшылығы: еркіндік, шығармашылық, өз брендімді жасауға мүмкіндік. Әлеуметтік желілер мен онлайн платформа арқылы табыс табу заманауи тренд. Бұл өмірде ештемеде кеш емес. Өзің қалайтын мамандықты бүгін таңда, ертең нәтижеңді көресің. Қайсысы саған жақын? Комментке жаз.